Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Мынау алдымызда Рамазан айы келе жатыр. Жалпы Рамазан айы Құран айы ғой. Сол үшін мынау жалпы Құранның хикметі, Құранның ұмытылып бара жатқан бір нүктелерін айтқым келіп жатыр да. Сол үшін мынау алдымызда келе жатқан Құран айы болған үшін бір жағы біз Құранды оқимыз, жаңағыдай көп оқы дейміз, ұстаздарымыз Құран оқытып жатыр, апа әжелеріміз Құран аударып жатыр, Құран хатым жасайды, бірақ мына бір маңызды бір нүктелер қалып бара жатқан сияқты. Біріншіден, барлық мағынаға тоқтау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранды қалай оқыған? Ол туралы көптеген хадистер бар. Мен бір-екі мысалмен айтқым келетін нүктесі бар. Ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құран оқыған кезінде, тіпті намазда тұрып Құран оқыған кезінде, намазда оқиды екен да, оқып келе жатып, жәннат аятына келсе, тоқтап жәннат сұрайды екен. Оны бәріңіз естігенсіздер. Дозақ аяттарына келсе, тоқтап дозақтан пана сұрайды екен. Яғни намаздың өзіндегі ол кісінің Құран оқығаны осыншалықты. Ал қарапайым Құран оқығаны туралы да екі мағынамен айтамын. Біріншісі, Құранның өзінің аяты бар. Афәлә ятадаббарунал Құран, сендер Құранды ойланбайсыңдар ма дейді. Пайғамбарымыздан хадис бар. Кім-кім Құранды 3 күннен тез оқып бітіретін болса, ол Құранды түсінбепті дейді. Әрине, Құранды зікір үшін тез оқуға болады. Оған сахабалардың өмірінен көптеген мысалдар көп. Бірақ мен мағынаға тоқтау деген нүктені айтқым келеді. Құранның мағынасына тоқтаңыз. Тоқтап үйреніңіз. Оны қазақша мағынасын, орысша мағынасын, өзіңізге қай тіл жақын, сол тілде оқып, осы Рамазан айында мағынаға тоқтап үйреніңіз. Сол мағынаменен өмір сүріңіз. Мынау орыс тілінде психологиялық бір әсем сөз бар ғой, прожить дейді ғой. Яғни бір өміріңізде бір өзгеріс болса, немесе бір хикмет сезсеңіз, сол хикметті кішкентай өміріңізге сіңдіру деген мағынаны айтқым келеді. Осы Құранның аятын мағынаға тоқтау деген мағына өміріңізге сіңдіру, ішіңізге сіңдіру. Бізде осы қалып баратыр. Ол үлкен бірінші нүкте. Құран сіз бен бізге тірі адамға түскен. Мысалы, Ясин сүресінде Құранды біз тірі адамға түсірдік деген мағынада аяттар бар. Мағынасы оның. Біреулер айтатыны тірі адам деп, жүрегі тірі, жүрегі өлмеген иманды адам деп айтады. Бірақ қай халде де бірінші орында адам тіршілікке қолдану үшін деп алған мағына дұрысырақ сияқты. Яғни Құран біздің тіршілікке керек дүние. Ол өлгендеріміз оқимыз, оның сауабын ғана бағыштаймыз. Ал оның мағынасы, оның оқылғандағы хикметі сізбен бізге керек. Екінші нүкте, біздің ұмытылып баратқан Құран хикметтерінің бірі дін мен дүниенің арасы, ақырет пен дүние. Алла тағала дүниені жамандамайды. Дүниені ақыреттің баспалдағы, ақыреттің егін зары қылған. Егер сіз дүниеде қанағат таппасаңыз, сіз бұл өмірдің дүниенің мағынасын түсінбедіңіз. Егер сіз дүниенің артынан өмір бақи атақ, мансап, мал, дүние көбейту деп кетсеңіз, сіз бұл дүниеге бекер келгендігіңізді мәнін түсінбей, бекер келдіңіз, бекер кетіп бара жатсыз. Себебі, қай халықтың хикметін оқысаңыз да, қай философияны оқысаңыз да, біз бұл өмірге қонақ екенімізді білеміз. Оны ақылымыз, логика дейді ғой, ақылымыз да айтып тұрады. Біз бұл өмірге өзіміздің қалауымызсыз келдік, қалауымызсыз кетеміз. Ендеше біз өзіміз қаламай келдік екен, қаламай кетеді екенбіз. Бұл дүниеде біз қонақпыз. Бұл дүниеде біз егелік қылдық деген нәрсенің бәрі ол псевдо егелік дейді ғой, бір жалған егеліктер. Мағыналай егеліктер. Мысалы, мынау машина менікі, уақытша ол. Мынау үй менікі, ол уақытша ол. Мынау менікі, анау менікі, мынау киім-кешек менікі. Жоқ, бұның бәрі уақытша. Дүниені біз ақыретке баспалдақ қылып алуымыз керек. Егер оны түсінбесек, біз Құранды түсінбеген боламыз. Құранның осы хикметі ұмытылған бізде. Яғни
Ақыретті уәләл ахирату хайрул ләка минәл уля. Мына дүниеден гөрі саған ақырет қайырлырақ деп пайғамбарымыз өте көп айтқан. Көзіңді ондай адамдарға тіге берме, мынандай адамдарға қиналып қарай берме. Біз оларға мал бердік, жай бердік, басқа бердік, бірақ оған қызығатын нәрсесі жоқ деген мағыналарды айтады. Тіпті жақында бір имам кісінің бірнеше үлкен имамдардың отырған сөзінде шын мен жүрегімді қозғаған нәрсе, Құран-ы Кәрімде Алла тағала адамның жаратылысын айтады ғой. Біз адамды жаңағыдегі топырақтан, біз адамды бір тамшы судан жараттық. Ол бір тамшы суды жаңағыдегі қанға айналдырдық. Ол қанды етке айналдырдық. Яғни біз соны осындай еттен сүйекке кіргізіп, оны өзгеше бір халық қылып жараттық деп айтады да, бірден оны қияметін айтшы береді. Сол аят бірден, одан кейінгі аят бірден қиямет туралы жалғасып кетеді. Сонда адамның эмбрион болып, кәдімгі судан эмбрион болып, бұл дүниеге келгеніне шейін асықпай бір аят айтылады да, қайтадан адамның өміріне екінші бір аятты арнамағанда ғой Алла тағала. Ойласаңызшы. Сіздің, біздің сонша 60 жыл, 80 жыл өміріміз, Алла тағала оған бір аятты арнамапты ғой. Өйткені тездігі да. Жаратылдың, өлдің. Ортасында қас қағым сәт. Бұл дүниені малын іздеңіз, атағын табыңыз. Иә, бірақ дүниеге алданбаңыз. Ол сіздікі емес. Сіз осы дүниеде қанағат таппасаңыз, бұл дүниенің мәнін таппадыңыз. Мен соны айтқым келеді. Сол үшін Құранның тағы ұмытылған хикметі, дүние мен ақыреттің арасын, екеуін жарасымды шекара, баланс, үйлесімділік таба білсеңіз, сіз Құранды түсінген боласыз. Осы хикметтердің тағы бір үлкен маңыздысы, ерекше осы жазып түртіп қойған нүктелердің біреуі, ол құндылықтардың иерархиясы. Яғни біз кейде осы өмірде түрлі құндылықтарды өзімізге жараса, мынау жоғары, мынау төмен деп иерархия қоямыз ғой, бірақ Құрандағы қойылған құндылықтарды біз түсінбейміз. Көп мұсылмандар, мен мұсылмандарға айтамын, намазхандарға айтамын. Бізде байқайсыздар ма? Намазхандар бірігеді, бірақ бөлінеді. Бөлінген жақсы көреміз. Пәленше ұстаздың, пәленшелердің жамағаты, түгеншелер өздері ат қойып алады. Біз пәленшелер жамағатымыз, біз түгеншелер жамағатымыз. Ондайлар, мұндайлар. Таң қаласын. Адам баласы өзі өйткені надандығынан бөліне береді. Ал имандылыққа келген адам ол бөлінуден шеттену керек еді. Өйткені пайғамбарымыздың өмірін қарасаңыз, өзінің Меккедегі өмірін, Мединада өмірін қарасаңыз, тек қана біріктіру, қосу, ұлғайту болды. Айтпақ хикметім, Құранның құндылықтар иерархиясы бар. Құранның құндылықтарының баспалдақтары бар. Егер сіз осы сұрақты мүмкін Рамазан бойы оқып Құранды бастан аяқ, сіз тағдыр шешерсіз, бірақ мен кішкентай ғана нүктелер айтамын. Құранда ең бірінші құндылық ол иман. Екінші құндылық бірлік. Үшінші құндылық адами көркем мінез. Осы құндылықтар қатар келеді, бірінен соң бірі. Осы құндылықтардың ішінде бөлініп алу, бір-бірінің көзін шұқу, бір-бірін кемсіту деген нәрсе жоқ. Айтқым келген осы бір үш үлкен нүктемен қайтарып айтқым келеді, қорытқым келеді. Біріншісі, осы Құранның ұмытылып баратын хикметтерінің ең үлкені ол мағынаға тоқтау. Біз мағынадан гөрі басқа нәрселерге көңіл бөліп кеткен сияқтымыз. Құранның мағынасы өте маңызды дүние. Екіншісі, дүние мен ақыреттің арасы. Осы дүние мен ақыреттің арасында біз есебінен айырылып қалғандаймыз.
Біреу ақыретті қатты ойлап кетеді, біреу дүниені қатты ойлап кетеді. Екеуінің тепе-теңдігін білмейді. Бірінсіз бірі жоқ. Пайғамбарымыз дүние ақыреттің баспалдағын, немесе дүние ақыреттің егін зары деген. Ендеше ақыретіне егін егіп атқан адамды аз көресің. Сондықтан дүниенің мәні, көп адамдар ұқпайды. Дүниенің мәні қанағатшылдық. Сіз қанағатшылдықты таппадыңыз ба, бұл дүниенің мәнін білмедіңіз. Ақыреттің орнына қойып, дүниені өз орнына қойып, екеуінің балансын ұстау керек. Бұны Құран үйретеді. Үшінші үлкен нүкте Құрандағы құндылықтар иерархиясы. Ең біріншісі иман. Ал бізді біріктіретін де сол нәрсе еді. Көп адамдар қазір имандылықтан да ұзақтап баратыр. Не үшін ораза тұтқан, не үшін намаз оқығанын да білмейді. Ұзын сөздің түйіні, алдымызда Құран айы келе жатыр. Сол Құран айын тарапада тұру, Құранды естумен емес, Құранды көп оқумен емес, оның мағынасына көбірек бойлаған абзалырақ. Құран айы өйткені Құран бізге ойлану үшін түсті. Оны өмірге қолдану үшін түсті. Оның құндылықтарын бойлап, сезіну үшін түсті. Ендеше осы құндылықтардан, Құранның бізге берген хикметтерінен түсінбесек, ұмытылып баратқан, тым болмағанда осы үш маңызды хикметін сізбен бізге мысал ретінде айтып кеттім. Қатты ұзап бара жатыр екенбіз біз. Біз Алладан ұзап баратырмыз. Біз діннен ұзап баратырмыз. Сондықтан мен мұсылманмын, мен дінді жақсы ұстанамын деген көп адамның аттары бар. Бірақ мен жоғарыда айтқан үш құндылықтан да кейбір адамдар жұрдай. Алла содан сақтасын. Ассаламу алейкум рахматуллах.